Астанадағы территория комфорта тұрғын үйінің үлескерлерінен тағы да маза қашты. 5 жылдан бері баспаналарына қол жеткізе алмай отырған олар жоғарғы соттың шешіміне наразы. Онда тоқтап қалған құрылысты аяқтау Тамыз Инвест компаниясына жүктелген болатын. Алайда бұл компанияға сенуден қалған үлескерлер құрылысты өздері тапқан өзге инвесторға аяқтатуға бекініп отыр. Баспана жыры туралы Бақытнұр Әлібайдың бейнематериалы. Өз баспаналарына қолдар жетпей зарыққан үлескерлер бүгін тағы наразылық шарасын өткізді. Жиған тергенін жаңа үйге жұмсаған жандар күте-күте шаршаған. Биыл жазда бітіріп берсін, қайсы бітірсе де. Тамыздың керегі жоқ. Уже сенім кетті оған. Енді жұртқа біз ақша қайтарамыз дейді. Ол ақшаны оған біз сберкассаға салған жоқпыз ғой оған. 76 жастағы Бікаш апа 2007 жылы үлескер атанған. Сол жылы немерелі болып, қуанышқа қуаныш қосылды. Алайда немересі бүгін мектеп жасына жетсе де, тиісті баспанасының жағдайы көңіл көншітпейді. Бүтпей жатып ана қара құлап түсіп отырған өнелері. Плиталары. Дұрыс салмай атқан нәрсе ғой мынау. 2004 жылы басталып, 2008 жылы аяқталуы тиіс құрылыс нысанының қазіргі сыйқы мынадай. Жұмыс тоқтап тұр. Алаңда бей-берекет жатқан құрылыс материалдары. Ал мынау 3-ші блоктың аты бар, заты жоқ. Іргетасы қойылғанымен қабырғасы әлі қаланбаған. Осы 3-ші блоктан салынатын пәтерге ақша салғандардың бірі Аман Сәлім Қожинов. Әне береді, міне береді деген үмітпен 6 жылдан бері баспана жалдап келеді. Бұлай есептеген кезде 6 жылдың ішінде енді 72 айдың ішінде 50-60 мың алатын болсақ 4 миллионның ақшасы ғой. 4 миллионға мен баяғыда уже басқа үйімді алып тұрып жатыр едім. Үміттенген жоғары соттың шешімі үлескерлерге жақпады. Үйдің құрылысын Тамыз компаниясына жүктеуі тұрғындардың наразылығын туғызып отыр. Олар өздері инвестор тартып нысанды аяқтауға ниетті. Өз пайдаларына шешілгенше осындай шеру өткізе бермекші. Заңға қайшы емес әрекеттер қолданып отыр ғой. Енді біздің ойымызша шешілуі тиіс. Мысалы, Астананың көбісі осы проблемный объектілер дейді ғой, бәрі шешілді ғой. Аузы күйген үрлеп ішеді. Бірнеше мердігердің уәдесіне тойған халық уәделі баспананы бұдан әрі күтуге үзілді кесілді қарсы. Бақытнұр Әлібай, Дәурен Зарипов, Еуразия бірінші арнасы.